Мен Әсем Серікқызы, ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының 103 үйлестіру бөлімінің басшысымын. Осы салада 2024 жылдан бастап қызмет етіп келемін. Жалпы медицина саласындағы еңбек өтілім 11 жылдан астам. Өткен жылдың қорытындысы бойынша елімізде жедел жәрдем қызметіне 8 миллионнан астам шақыртулар түскен болатын. Шамамен тәулігіне 21 мыңнан астам шақыртулар түседі. Барлық шақыртулар 4 медициналық санатқа бөлінеді. Барлық шұғыл медициналық көмек міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі сақтандырылу мәртебесіне қарамастан мемлекет тарапынан кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсетіледі. Осыған орай біздің мемлекет азаматтардың сапалы, қолжетімді және уақытылы медициналық көмек алуын қамтамасыз етуге ерекше назар аударып келе жатқанын көруімізге болады. Осы жылдың 1 шілдесіне күшіне енген Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы азаматтардың бірқатар конституциялық құқықтарына, оның ішінде денсаулығын сақтауға, медициналық көмек алу құқығына кепілдік береді.